Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Динара. Бүгін мен сіздерге қарапайым, сонымен қатар өте дәмді, десертті, жұмсақ карамельді ұсынғым келеді. Осындай карамельді кез келген чизкейк, пирог, торттардың арасында қолдануға болады. Видеоның соңына дейін қарап, тіркелуді ұмытпаңыздар. Карамелімізді дайындау үшін ыдысқа қантымызды орташа қызып тұрған пешке қайнатамыз. Біздің қантымыз күйіп кетпеу үшін осылай араластырып отыру керек. Параллельно біз сливкиді қайнатамыз. Қантымыз еріген соң сливкиді қанттың үстіне құйып, араластырып аламыз жақсылап. Біздің карамеліміз почти дайын. Пештен карамельді алып, майды ертіп аламыз. Бізде осындай карамель дайын болды. Карамель тез суу үшін бөлек ыдысқа салып қою керек. Басында осындай сұйық болып тұрады консистенциясы, кейін ол қоюланады. Рецепт өте оңай деп санаймын, сондықтан міндетті түрде жасап көріңіздер. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған Динара. Сау болыңыздар.